Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен сметаниктің рецептімен бөліскім келіп отыр. Бөлме температурасында толық суығаннан кейін бар формасын шешіп аламыз. Алдымен ұн мен разрыхителімізді електен өткізіп аламыз. Сосын үстінен шекерімізді салып, бөлме температурасындағы сары майымызды салып, песочный қамыр жасаймыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстінен бір жұмыртқамызды салып, барлық қамырды біріктіріп аламыз. Сосын қамырымызды целлофан пакетке салып, холодильникке жарты сағатқа қоямыз. Сосын қаймағымызды салып, үстінен шекерімізді салып, сосын 3 жұмыртқаны салып, барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Где-то бір 20-30 секундтай бір қалыпқа енгенше. Сосын дайын болған қамырымызды алып, формаға жайғастырамыз. Менде диаметрі 24 сантиметр. Жан-жағын жақсылап осылай жасап шығыңыздар. Бокалдың көмегімен барлығын осылай біріктіріп шықсаңыздар болады. Сосын дайын болған формамызға начинкамызды құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста где-то 40 минуттай пісіріп аламыз.